Қайырлы күн немесе қайырлы таң немесе қайырлы кеш қадірменді көрермендер. Бұл бағдарламаны қашан көріп отқандарыңызға байланысты, ол жағын өздеріңіз дұрыс жағынан көре жатарсыздар. Ал ендеше барша ән сүйер қауымына мыңда бір сәлем. Ән мен әзіл күлкі әңгімеге толы әңгіме кешіне қош келдіңіздер. Бәрекелді. Ал олай болса, қадірменді көрермендер, бүгінгі кешімізді бастамас бұрын мен сіздерді өзімнің алтын әріптестеріммен таныстырып өтсем. Олай болса, ақ пен қараны жақсы айыра алатын клавишник Ғалымжан. Мен бұл жігітті бас редактор деп жүрсем, оказывается, бұл бас гитарист екен. Олай болса, қожаметтеріңіз Есенәлі, қарсы алыңыздар. Және де байқап отсаңыздар, студияның акустикасы керемет, бірақ кішкене нефтемі болса да, сонда да электрогитарист Нұрбек. Бәрекелді, біздің барша музыканттарымыз өз аспаптарын арқалап жүретін болса, бұл кісі өте бақытты, өйткені бұның аспабы осы студияда қалады. Олай болса, барабанщик Нұржан! Және де жобамыздың бас қонағы, құрметті көрермендер, сіздер кім деп ойлайсыздар? Еліміздің сұлуда келбетті аруы, еліміздің жарық жұлдызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, көптеген халықаралық конкурстардың, фестивальдердің лауреаты, қазақ концерттің беделді солисті, қабыл алыңыздар, Жанна Орынбасарова! Сәлем баршаңызға. Ал, көп-көп рахмет, Жанна ханым, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Бәрі ойдағыдай ма? Өте тамаша, бүгінгі керемет студияда қонақ болу мен үшін үлкен дәреже. Өткені қандай керемет әдемі студия, қандай керемет жас музыканттар. Қандай керемет ведущий. Ол сөзсіз ғой енді. Өзім байқап отырсам, сізде мен сияқты бүгін әдемі жағы киім киіп алыпсыз ғой, Негізінде бұл менің стилім ғой, жарқырап жүретін. Бәсе, сізді солай айтады деп ойлағанмын. Сіз сияқты. Қалам ба жастардан деп қойды екен дейді. Ал, Жанна ханым, енді бүгін біздің көрермендерімізге, сонымен қатар маған өте қызық, сіз біздің бағдарламамызға немен келдіңіз және де қандай әнмен келдіңіз? Енді мен білем, сіздің репертуарыңызда жалпы өте күшті, мықты әндер бар, бірақ сонымен қатар именно бүгін қандай әнді алып? Енді халықтың арасында көп тараған әндердің бірі, ең бірінші әнім деп айтуға болады, бейне клип түсірген сол әнге 2000 жылдардың басы ғой, енді жүрегімде деп аталатын ән. Қазақстанның жартысынан көбі білетін шығар деп ойлаймын сол әнді, өткені осы ән шыққан кезде теледидардан әр түн сайын көрсететін болған сол кезде. Бәрекелді, көп рахмет, қадірменді көрермендер. Біздің бағдарламамыз сонымен қатар мен танымал болу мақсатында арнайы сіздерге тосынсый айдарын ұсынатын боламыз. Бұл айдарда кімде-кім қызықты комментарий жазатын болса, сол біздің қонағымыз, яғни Жанна ханым алып келген тосынсыйға ие болады. Өздеріңіз білесіздер, әлемге әйгілі YouTube платформасында неғұрлым комментарий көп болса, сол ғұрлым просмотрда өте көп болады. Сонымен, достар, комментарийні аямаңыздар, жазыңыздар, бәлкім сіз сол тосынсыйға ие боласыз. Көрсетіп кететін болса, мынау алдында тұрған қызыл жәшіктің ішінде арнайы сіздерге алып келген Жанна ханымның тосынсыйы. Ал бұл тосынсыйды кім ұтып алатын, біз келесі бағдарламада айтатын боламыз. Олай болса, қадірменді көрермендер, дәл қазіргі сәтте бізде эксклюзивті жаңалықтар айдары.
Жанна ханым, енді өзіңіз білесіз, жалпы теледидарды қосып қалсаң күнде бір жаңалық. Интернет жүйесіне кірсең, жаңалықтан жаңалық. Енді бізде сол жаңалықтардан қалыспайын деген ниетпен өзіңізге қатысты бір су жаңа жаңалықтарды естігіміз келіп отыр. Жалпы бізде емес, біздің көрермендеріміз де ойлаймын естігіміз келіп отқан. Сол себепті бір су жаңалық ешкім естімеген, ешқай жерде айтылмаған, бүгін осы студияда айтылатын жаңалық болса. Так, бүгін мен... Ойбай, жаңалық бар менде. Иә? Мен бүгін... Қандай жаңалық? Мен бүгін таң атпай сағат 4:30-да тұрдым. Мәссаған. Өйткені Не деген бақыт? 4-те таң атып кетеді екен. Бұрын 4-те ұйықтайтын едік. Түн болып еді, енді қазір таң атып қалды. Сондықтан сіздерде уақыт ауысты ғой, ауысты, сондықтан түнімен ұйықтай алмайтын болдық. Сізге қатты әсер беріп келді ғой. Өте қатты әсер, өйткені бұрын мен сағат 8-ге дейін 9-ға ұйықтайтын адамын ғой, жақсы көремін, ұйқыны жақсы көретін адамын. Ал енді соңғы кезде мен сағат... Сен қоя тұршы, адам нерсіне теймей. Неге? Мешайтып тұр, естімедім сізді. Ой, не деген мынау не деген ведущий бір принципиальный, ойнай бер жаным. Сол жаңалық мен бүгін таңғы сағат 4:30-да тұрдым. Керемет. Жалпы енді айтып қойсаңызшы көрермендерге, сіздер тұрыңыздар ерте тұрған өте жақсы. Негізі ерте тұрған өте жақсы ғой. Бірақ таңның сағат 3:30-да атқан онша жақсы емес деп ойлаймын. Өйткені біздің алматылықтар болсын, басқа да өңірде тұратын қазақстандықтар менің ойымша кішкене қиналып жүр осы жағдайға байланысты. Сағатты кішкене өзгертсе, қайтадан орнына келтірсе жақсы болар еді. Қолдайсыздар ғой да? Керемет. Жалпы енді Жанна ханым, маған қызық болып тұр. Сіз осы әлеуметтік желіде қандай контенттер қарайсыз? Жалпы сүйікті бір блогерлеріңіз бар ма? Жоқ. Шынымен? Жоқ. Ешкімді қарамайсыз? Еш нәрсе тыңдамайсыз? Қызық емес нәрсе болса қарамаймын, өйткені мен уақытым жоқ оларды қарайтын. Ал енді қызықты бір контент жасайтын біреулер бар шығар енді өміріңізде? Контенттің аты контент. Контент деген нәрсе, ол деген өтіріктен шығарған нәрсе деген. Халыққа ұнайын деп шығарған нәрсе. Халықты бірдеңе бір көп ашып қалсаң, бір сол нені біртүрлі бір бәрі бір-біріне ұқсайды, психолог болып кеткен, барлығы бір-біріне ұқсап модельер болып кеткен, түр бір бәрі жатқан бір ақыл айтушылар толып кеткен осы жастардың арасында. Жастар еместер де бар енді. Менің өзімнің контентім бар. Позитивтік контент. Мен ешкімді ештемеге үйретпеймін. Ешкімге бұлай сөз бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтпаймын. Мен өзім мысалы настроением жақсы болса, көшеде айтқанда, ой, қандай не деген керемет. Бүгін у нас сегодня снег деп жазып. Ну, примерно. Не деген керемет күн шуақты болып тұр. Тауларымыз қандай әдемі екен. Мен бүгін көңіл күйім өте тамаша деп өзім сол көңіл күйімді көрсетем де видеода. Басқа артық ештеңе айтпаймын. Өйткені артық сөздің қажеті жоқ осы жерде. Не бар, халықтың бәрі білет. Өмір деген сондай қазір информация көп. Сондықтан да ондай блогерларды мен қарамаймын, тыңдамаймын, өкінішке орай болса. Демек сізге нашумевший контент деген қыз емес қой негізі, қызықтырмайды. Жақсы, керемет. Енді мен бір байқағаным, сіздің осы жақында Инстаграм парақшаңызға кіріп мен зерттеген болатынмын. Ой, қойшы. Өте күшті екен Инстаграм парақшаңыз. Ұнады ма? Ұнады. Соның ішінде байқағаным, ең көп комментарий және лайк жинаған ол Арменияда болған постыңыз екен. Есіңізде бар ма? Есімде бар. Жалпы сол постты қарап отырып мен ойлап қоямын, негізі бізді халықты мойындату үшін осы жұрттар шетелге шығып бірдеме істеу керек екен ғой. Расында да мен өзім таң қалдым. Арменияға достарымыздың балалары үйленіп тойға бардық. Осы бір топ жолдастарымызбен бұрыннан келе жатырған. Арменияда өзіміздің кәдімгідей жақын достарымыз тұрады, армяндар. Солардың үлкен балалар үйленіп, барлығымыз қазақ болып Қазақстаннан бір 10 шақтадан болып бардық. Сол кезде енді олардың өздерінің дәстүрлері бар ғой, неге мешіт дейме, ол церковь. Олар григорианстар ғой енді. Шіркеулер бар, өздерінің ескі баяғы сол атам заманнан олардың келе жатырған. Сол жерде болып жатқан бүкіл мысаға көріністің барлығын түсірдім. Өйткені мен үшін өте қызық. Бірақ мен өзім сол келіп, просто өзімнің лайф вариант қой, менің қай жерде болсам да, мысаға достар, мінеке мен осында келе жатырмын, қараңыздар міне деп, өзім просто от души айтам да. Соны, контентті
35 мың адам қарады ма, қанша адам қарады? Көп адам. Халыққа И ұнады. комментаторлар деген ана жан-жақтан, ана Армениядан, Грузиядан, Мен ана бірдеме сұрайыншы. Азербайджаннан, қазақтар аз о жерде негізінде шын Бірдеме сұрайыншы. Сұраңыз. Сізді армяндар біздің халыққа ұқсайсың деп айтқан жоқ па? Негізінде Армянға ұқсайсың деп негізінде айтты, бірақ та біздің кішкене менталитеттеріміз әртүрлі болғандықтан, әрине ол деген байқап тұрады. Бірақ бұрын жастайымызда, сол менің Ева деген досым армянка, олар осы Қазақстанда тұрған мезгіл болды. Сол кезде екеуміз көште жүргенде, Арменияда болсын, осы Қазақстанда болсын, Алматыда, екеумізді кәдімгідей апалы сіңлілі деп ойлайтын. Хотя ол армян қызы, мен қазақ қызым. Общий бірдемесі бар болып тұр ғой. Сұлу болып тұрсыздар ғой екеулеріңіз, иә? Енді Сима. сізді мен білем, бірақ енді Ол енді Еваны көрген жоқ Ол қой мен енді сол Ева үшін. армянның сұлу қызы болса, мен қазақтың сұлу қызы әрине. Әрине. Иә, рахмет. Жалпы енді бізде Қазақстанда тұратын барша отандастарымыз өте сұлу және келбетті. Расында да, мен соңғы кезде байқайтыным, осы біздің қазақтың қыздары, Қазақстанның қыздары деп айтайық та, Қазақстанның қыздары өте сұлу, өте заманауи, айтады, современный, сондай оқыған, көргендері бар, сөйлеген сөздері қандай, неше түрлі тіл, өнерлі, неше түрлі тіл біледі, жастарды айтып тұрмын мен. Соларға қарағанда біртүрлі өзімді өзім сондай қуанышты сезінемін. Өйткені ол деген біздің қазақтың жастарының дәрежесінің үлкейгендігі. Образование жағынан, жан-жақты көрген жағынан. Өйткені қазір мысалға барлық жол ашық. Путешествовать етсем десең, пожалуйста. Жан-жақта қызықты нәрселерді көруге болады, жерлерді көруге болады. Сол путешествиенің қазақша салайды? Саяхат. Ол кей кезде осындай бірдеңе болып қалады. Вот. Саяхат деген, ол деген өзінің кругозорыңды ашу, көбейту, расширять ету деген сөз. Сондықтан да мен сіздерге құрметті саяхаттандар деп айтқыңыз келе ме? Иә, құрметті. Бірақ саяхаттау үшін ақшаң болу керек қой, енді оғанда былай. Жинаңыздар ақшаны. Барлығымыз бай болып тұрған жоқпыз ғой. Әрине, енді бірақ сонда да менде мысалы шыққым келеді айына бір 4-5 мемлекетке, бірақ енді ол Неге не айына бір рет, хотя бы бір жылына бір барып тұрсаң да жақсы болады. Ойбай, Инстаграм неше түрлі көресің ғой. Мен мысалы Европада жүрмін, бір қарасаң мен Турцияда жүрмін деп жүреді да. Енді олардың жұмысы сол шығар мүмкін. Біреуге еліктеме, біреуге вот не надо завидовать никому, понятно? Это белая зависть. Не надо, Это нету белая зависть. Әркім өзінің несіне байланысты, шамасына байланысты. Жоқ, әрине, жалпы Тима, егер де сен, вот я тебе одно скажу, егер де сен біреуді көріп тұрсың, аны жылына 5 рет барып, көріп сол қызғанып, соларға бір түрлі зависть болып тұрса, мысалға да өзің сондай, как жаба давить етіп тұрса, қазақша айтқанда қалай болады? В общем, жаба давить. Жақсы, жоқ, енді. Сондай болып тұрғанда, сол кезде сен ойлауың керек. Так, тоқтап, өйтуге болмайды. Сразу жақсы нәрсе ойлау керексің да. Ой, қандай молодец, менде сондай барғым келеді деген кезде саған Алла тағала береді. Жоқ, әрине, бізде сондай жолдамыз, Жанна ханым, бізде сондай жолдамыз. Бізде әрқашанда ақша жинаудамыз. Ол ақшаны енді керек жерлерге құртамыз, әрине. Ал енді келесі сұрақ. Сен әлі үйленбегенсің ғой. Кім? Қайдан білесіз? Сен өзің ғой маған айтқан. 3 рет ажырасып, 3 бала шағам бар дейді. Өтірік па? Қалжыңдайып. Жақсы, Жанна ханым, келесі сұрақ. Енді жарайды, Инстаграм бұлай тұра тұрсын. Жалпы TikTok аккаунтыңыз бар ма? Бар, бірақ та мен ол TikTokқа ешқандай да көп мән бермеймін, өйткені. Өзімен өзі тұра ма? Жоқ, тұра. Кей кездерде анда-санда болып қалады. Сол жерге бірдеңен бір видео болса, бір қызық деген видеолар болса салам, абылай ондай. Көбіне Инстаграм. Иә, енді мен сізге айтқым келіп отқан, сізге жалпы мынау TikTokты дамытпайсыз ба деген бір өзім бір ұсынысым сізге айтқым келіп тұр еді. Маған TikTok онша ұнамайды. Ол TikTok деген, қазір мысалы Жанна ханым білесіз ба, TikTokта адамдар өте көп ақша табады. TikTokта стрим деген бар. Мынау кәдімгі Инстаграмның прямой эфирі сияқты. Соның ішіне кіресіз, стримде отырасыз, сосын адамдар сізді көреді. Сізді көрген кезде сізге олар подарок лақтырады.
тосын сыйлар. Бүгін алып келдіңіз ғой бізге тосын сый. Сондай тосын сыйлар сізге лақтырады, виртуальный тосын сый ғой Ондайды енді. білмеппін мен. Сосын сіз отырасыз, Жанна ханым былай отырасыз. Давай мне перчатка беріңдер. Дракон деп Ол не айтасыз. ол перчаткамен дракон Ол деген. дракон деген подарок қой сол. Сен қаншама ақша алдың, қаншама подарок алдың. Тыңдасаңызшы, мен енді TikTok жоқ менде. Мен сізге ұсынып жатыр. Өйткені сізді бәрі біледі, сізді бәрі таниды. Сіз ол жерде мысалы мен отырам, басқа мемлекетте, сіз Қазақстанда отырасыз да, и бір кісімен батыл ойнайсыз. И батыл ойнаған кезде сізге подарок көп лақтырады сіздің подписчиктеріңіз, фолловерлеріңіз, иә. Сізге лақтырады. Сол кезде дракон, перчатка, гүл, неше түрлі подарктар бар. Соны берген кезде сіз ұтасыз, сіз ұтқан кезде сізге ақша түседі. Сол ақшаны Өлең айтып, істемей керек. ештеңе істемейсіз, өлең айтпайсыз. Сол ойлап тұрған ғой, негізі жұрттар айтады. Сол TikTok-тың арқасында бұлар білмейді, бұлар мынау инструменттен басқа ештеңе көрмеген өмірінде. Жалпы енді сол TikTok-та отырып адамдар айына 1,5 миллион, 2 миллион табады деген мен негізі бір әңгіме естігем. Мен естігем, иә. Кәдімгідей бір конкретный адамды көрдің ба сондай ақша табатын? Әлде бір естігенің бар ма сол? Мен білем, ондай балдар. Мен білем, оларды мен білем. Олар мынау жалпы ана кім жігітті білесіз ба? Папасымен пранктар түсіреді ғой бұл. Андай драгон деп тұр. Иә, ол мысалы өз жолын сол TikTok-тан бастаған. TikTok-тың ішінде әжептәуір аудитория жинап, қазір жақсы. Сен қазір реклама жасап жатсың ба сол кісіге? Жоқ, реклама емес. Енді сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой, айтшы маған біреу деп. Мен сізге айтып тұрмын ғой. Жоқ, онда жоқ, мен келісемін. Мүмкін уақытым болып содан басқа больше нечего делать, если тек сонымен ақша табу керек болса, мүмкін ол да пайдасын тигізетін шығар біреулерге. Бірақ Құдайға шүкір маған енді оған әлі ол керек емес. Жақсы. Жеткізбей ақ қойсын Құдай. Жақсы, бәрекелді. Ал енді олай болса, қадірменді көрермендер, біз әрмен жалғастырамыз. Енді Жанна ханым жүрегімде деген әніне көшейік. Жалпы бұл әннің кішігірім тарихын айтып берсеңіз, қалай шықты, бірінші ноталары қалай жазылды, жалпы біреу ұсынды ма сізге? Жоқ, енді бұл 2000 жылы болған шыққан ән. Бұл менің екінші әнім. Ең бірінші ән Бала тілегі деген ән болады. 99 жылы шығардым. Ең бірінші әнім. Сол біртүрлі өзімді өзім уверенность болмай, біртүрлі ең бірінші ән шығып тұрасың. Қалай шықты, дұрыс па, дұрыс емес пе деген сондай күмәндар болды. Бірақ та шықты. Бірақ енді екінші осы жүрегімде деген ән шыққан кезде ол өзімен өзі келді. Өзімен өзі легко и просто дейді ғой. Өзімен өзі келе салды, сосын сол әнді мен жүгіріп барып осы демо вариантын алып Ренат Гасенға келдім. Риночка жаным, давай осыған осындай стильде джаз-роксковый вариант жасайық, осындай современ. Енді 2000 жыл ол деген кәдімгідей сол ұрып тұратын сондай стиль болды. Қазірде енді ол қайтып келіп жатыр, ол джаз-рок дегендердің барлығы. Сосын сол Рина екеуміз отырып соны ойластырып таптық. Естественно, Гайсен бүкіл аранжировкасын жасады, бэк-вокалын бәрі өзі айтты. Сөйтіп сол әнмен Азия дауысындағы 2000 жылы Азия дауысындағы Қазақстан әндері деген не болды? Конкурс. Байқау. Сол Азия дауысының ішіндегі. Сол конкурста мен лауреат болып шықтым осы әнмен. $1000 берді ғой маған сол кезде. Мәссаған. Сіз мәссіз ол кезде. Ол курспен енді үлкен ақша ғой, шынымен де. Ол кезде әрине. Бәрекелді. Ал ендеше Жанна ханым, сізге сұрақ. Жалпы жүрегімде әнінде махаббат деген керемет сөз неше рет айтылады? Сіз білесіз ба, білмейсіз ба? Мен санамаған, бірақ көп айтылады. Енді сіз санамаған болсаңыз, біз жалпы осы жігіттермен жиналып, ерінбей санайтын боламыз. Санаған болатынбыз. Сізге варианттар бар. Ол 7, 11, 14, 17. Қанша? 17 шығар. 17 деп ойлайсыз. Потому что өте көп. Ал керемет, ендеше сіздің жауабыңыз қабылданды. Сіздің ойыңызша 17 рет. Бірақ енді осы бүгінгі бағдарламамыз аясында біз шынымен қанша рет екенін тексеретін боламыз сізбен бірге әрине. Ал біз болсақ бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз, достар. Керемет.
Қадірменді көрермендер, біз әңгіме бағдарламасындамыз. Бүгін біздің жоба қонағы Жанна Орынбасарова. Сонымен қатар Жанна ханым. Біздің осы бағдарламаның бір керемет ерекшелігі, біз халық сүйіп тыңдайтын әндерді жаңаша түрде айтамыз қонақтармен. Сонымен қатар бүгін сіздің мынау жүрегімде деген керемет әніңіз жаңаша түрде шырқалатын болады. Ол қалай? Біздің клавишник мырзамыз дәл қазір сізге бір әйгілі әнді орындайтын болады, соның ырғағын. Сіз болсаңыз, сол әннің ырғағымен өзіңіздің жүрегімде әнін айтуыңыз керек. Түсінікті ғой? То есть, менің әнімнің сөздерін басқа мелодиямен айту керек па? Иә. Көрейік ендеше. Қай мелодия? Қандай әнмен айтасыздар? Маэстро? Вау! Шарль Азнавур. Вечная любовь. Мәңгі махаббат. Маған сөздер керек ендеше. Сөздеріңіз бар, бірақ енді өзіңіз айтып көріңізші, сіздің әніңіз ғой енді. Сосын беремін сізге, қиналып кетсеңіз. Қазір. Махаббат асыл жандай. Ой, жандым. Сөздері бар еді бір. Әнді айтып жүргеніңізге бір 10-15 жыл болып еді негізі. Все, еще раз. Бар ма? Жақсы. Махаббат асыл жандай, ғашықтардың жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай арылмайтын, армандай жарқырап жайнай берші, алаулаған жалыныдай. Қарлықап оңымен бүгін. Жетеді ма? Жетеді деп ойлаймын. Қошеметтеріңіз Жанна ханымға. Охо, керемет. Жақсы, ендеше Жанна ханым, дәл қазір мен сізге әлемге әйгілі, жалпы біздің елімізге танымал әншілердің есімдерін ұсынатын боламыз. Сіз болсаңыз, сол әншілердің арасынан біреуін таңдайсыз. Яғни кіммен сіз бэк-вокал ретінде сол кісілерді мысалы бір концертіңізде қоятыңызды анықтауыңыз керек. Мысалы, сізде үлкен концерт, үлкен жоба, сізге бэк-вокал керек, сізге бір тізім береді. Олардың ішінде танымал әншілер. Мысалы, Джастин Тимберлейк әлде Снуп Дог па? Тимберлейк. Джастин Тимберлейк, керемет. Бритни Спирс, Бейонс. Бейонсе. Жақсы. Ақылбек Жеменей, Кайли Миноу. Жеменей. Жақсы. Сіз бір француз деп ойлап шығасыз. Жеменей. Біздің Ақылбек қой ол. Жемесен жеме. Иә, жақсы. Қалай? Қазақтың сөздері француз тілімен өте сәйкес келеді ғой. Иә. Жесен же, жемесен жеме. Браво. Жақсы. Кристина Агилера, Абай Бегей. Кристина Агилера. Так долго Просто думали. другие не представляю. Ұзақ ойланыңыз ғой. Жақсы. Доктор Дри, Николь Шейзингер. Николь Шейзингер. Жақсы. Мадонна, Құдайберген Бекішев. Құдайберген Бекішев. Керемет. Рианна, Кэнни Уэст. Все-таки, наверное, Кэнни Уэст. Жақсы. Райм Вайс, әлде Меломен Тоба. Танисыз ғой жігіттер. Бэк-вокал үшін әрине Меломен Тоба. Өйткені олар үшеу дейсіз ба? Бәрекелді, керемет, қадірменді көрермендер, Жанна ханым өз таңдауын жасады, Меломен Тобы. Ал біз болсақ, бүгін осы керемет жобада әңгіме бағдарламасында сіздермен бірге керемет коллапты тыңдайтын боламыз. Олай болса, Жанна Орынбасарова бэк-вокалда Меломен Тобы. Жүрегімде әнімен.
аңсаған армандай, жүректің сырындай келеді махаббат. Көктемнің таңындай шуақты күндерім, жұлдызды түндерім, махаббат әнімен жүрекке қонғандай. Махаббат асыл жандай, ғашықтар жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай, арылмайтын армандай жарқырап жайнай берші, алаулаған жалындай жүрегімде. Өмірдің гүліндей, көңілдің көліндей келеді махаббат, бір нәзік сезімдей. Шуақты күндерім, жұлдызды түндерім, махаббат әніме жүрекке қонғандай. Махаббат асыл жандай, ғашықтар жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай, арылмайтын армандай жарқырап жайнай берші, алаулаған жалындай. Ғашықтар жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай, арылмайтын армандай жарқырап жайнай берші, алаулаған жалындай. Махаббат асыл жандай, ғашықтар жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай, арылмайтын армандай жарқырап жайнай берші, алаулаған жалындай. Ғашықтар жұлдызындай жарқырап жайнай берші, самғап ұшқан аққудай. Махаббат әні қандай, арылмайтын армандай жарқырап жайнай берші. Аңсаған армандай. Браво! Ал Жанна ханым, енді тағы да бір кішігірім ойын ойнасақ қалай қарайсыз қазір? Жақсы қараймын. Мен сізге осы сәтте атақты бір әншілерді, спортшыларды, мультфильм ішіндегі бір персонаждарды айтатын болам. Мен бір парасын айтсам, сіз екінші парасын айтасыз. Мысалы, Қыдырәлі? Қарақат. Керемет, жақсы. Анджелина Джоли? Брэд Питт. Жақсы. Шрек? Как его зовут? Фиона, Фиона, да. Жақсы. Зеленая такая. Ага. Кощей Бессмертный? Баба Яга. Жақсы. Тоқтар Серік? Тоқтар Серіктің жұбайы, аты кім еді? Сейчас скажу. Бейбіт. Ага, Бейбіт Сейдуалиева. Бейбіт Сейдуалиева. Бәрекелді. Алла Пугачева? Максим Галкин. Жақсы. Тағы біреу бар ғой? Кім бар? Киркоров уже экс. Ол уже террордан шығып кеткен. Жақсы. Дед Мороз? Снегурочка, ну это же... Внучка же Снегурочка. Неге айтып отыр сонда? А что Дед Мороздың тағы кімі бар? Науқасы қойшы. Дед Морозда кім болады, Аяз атада кім болады? Снегурочка, внучка. Логика бойынша. Дұрыс қой енді, немересі ғой. Немересі. Аяз ата, Дед Мороз, жоқ, бағана мен көрсем біреудің әйелдерімен... Жоқ, кіммен, дұрыс қой енді айтсаңызшы, Аяз ата кім? Аяз ата дедушка.
Оның жұбайы оның жұбайы кім болады? Енді логика бойынша Аяз ата, Аяз әже. Аяз әке, жарайды, жақсы. Кристиано Роналдо. Уах, люблю его, красавчик. Оның деген соңғы әйел деген бірнеше бала тауып берген ана әдемі қыз ба? Ой, ол қайда білесіз? Көрдім. Соңғы кезде футболмен өте қатты нетіп жүрмін. Как его? Бірақ білмейсіз кім екен аты, иә? Атын ұмытып қалдым. Бірақ вот әп-әдемі екен көріп тұрмын. 3-4 баласы бар уже. Аха, жақсы. Олай болса жалғастырамыз. Фатима? Фатима. Фатима и? Фатиманың күйеуі кім? Кім? Сізге айтып отыр ғой? Зухра? Ол кім сонда? Фатима. Мынау гитарадан басқа іштеме ұстауын білмейді, айтардан білмейді бұл жігіт. Неге тыңдап отырсыз бұны? Ал енді сен Зухра деген, ол Фатима Зухра деген олар апа сіңілі емес па? Ойбай, солай ма? Абдулла ғой. Атақты фильм бар емес, Фатима Зухра. Соның ішінде главный герой. Абдулланың бірнеше әйелі болған емес пе, Фатима тек қана? Енді болды ғой, енді болса да. Жақсы, керемет. Белое солнце пустыни ма? Иә. Енді бір логический сізге сұрақ, Жанна ханым. Представьте, что вы падаете в яму полных змей. Как выжить? Со змеями. Так. Яма? Ну, надо выжить в любом случае. Енді дұрыс қой, сұрақ қойып тұрмын ғой. Вы попадаете в эту яму. Яма кишит змеями. Ішінде толған жыландар жүр. Қалай тірі қаламыз оның ішінде? Мен тоже змеямын онда. Жоқ, енді мен змеямды айтпай қойсаңшы, айтсаңшы, қалай тірі қалу керек сол яманың ішінде? Шығып көру керек. Ай, Жанна ханым, ладно. Ал өзің айтшы. Вы уже взрослая женщина. Перестаньте воображать, вы не выживете в этой яме просто и все. Не, завязывай, ты чё? Такую, ондай установку қойма. В любом случае шығу керек. Жақсы, олай болса, құрметті көрермендер, енді Жанна ханымда дәл қазіргі сәтте 1 минут уақыты бар. Жанна ханым, осы 1 минуттың ішінде сіз біздің көрермендерімізге бір жылы сөздеріңізді, лебіздеріңізді білдіріп жерсеңіз болады. Құрметті әңгіме подкаст па бұл жер? Подкастының көрермендері. Бүгінгі біздің подкастымыз ойламаған жерден түрлі сұрақтар қойылып жатыр. Менің ойымша сіздерге қызық болады деп ойлаймын. Осындай подкасттарымыз көбейсін. Мен өз атымнан барлықтарыңызға да ең бастысы өмірлеріңізді қызықты өткізулеріңізді тілеймін. Қызықты, бақытты болыңыздар. Ең бастысы любите и будьте любимы. Ай, бәрекелді, көп рахмет, Жанна ханым. Рахмет сіздерге. Енді әрине біз өз тарапымыздан сізге зор мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Алдын уақытыңызды бөліп, біздің бағдарлама бүгін келіп отырсыз. Уақытыңыз болса тағы да келе беріңіз. Біз сізге... В следующий раз приглашай, нормально, только вопросы задавай. Енді бұл мен емес қой, Ринат деген продюсер ғой, бұны беретін. Мен болсам оны жазбайтын ғой, білесіз ғой өзіңіз. Иә, ал ендеше қадірменді көрермендер, бүгінгі жобада сіздермен қоштасатын уақытта келді. Естеріңізге сала кетсек, осы бейнебаянның астына қызықты комментарий жазатын болсаңыздар, арнайы Жанна ханым еліміздің жұлдызы алып келген күшті бір тосын сыйға сіздер ие болуларыңызға мүмкіндік көп. Сол себепті комментарий көп болса, значит, подарок тоже көп болады. Сол себепті сіздерге көп рахмет, мыңда бір алғыс. Келесі кездескенше қош, сау, саламатта болайық. Сіздермен бірге болған әңгіме бағдарламасы және оның қонағы Жанна Орынбасарова. Жазыңыздар.